қалайсыңдар балалар? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Жарайсыңдар. Осылай тұрып тұрған бойда біз қазір күнге тілек тілеп аламыз балалар. Жақсы ма? Жақсы. Олай болса балалар күнге тілек. Ал бастаймыз. Күн жылуын аламыз, Алла саламыз, жүрегіне басып сай саламыз, мен күнді баламыз. Жарайсыңдар. Осы тұрған қалпымызда біз күнделікті жаттығуымызды жасап аламыз. Ал кеттік, басымызды оңға, солға, алға, артқа, оңға, солға, алға және артқа. Көзімізді үлкейтіп ашамыз. Алақанымызды ысқылаймыз. Қатты ысқылап жібереміз, ja? Екі көзімізге басамыз. 1, 2, 3. Көзімізді ашамыз, жықылықтатамыз. Жарайсыңдар, отырамыз, ja? Қазір бізге балалар жаратылыстану сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын біз сабақта қолданатын ережелерімізді еске сала кетейін балалар. Тыныштықты сақтау бірінші біздің алтын ережеміз, иә балалар? Сосын шуламаймыз. Және бір-бірімізді тыңдаймыз және тыныштық сақтаймыз. Түсінікті ме? Мынау біздің сабақ соңындағы жұлдызды баспалдағымыз. Оны сабақ соңында баспалдағымызды көрсететін боламыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. Үйге қандай тапсырма берілді? Үлкенге қандай тақырыппен таныстық балалар? Арша әлемімен таныстық. Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, біз үй жұмысын қайталау үшін бір сұрақ ойластырайық. Бір-бірімізге қоятындай бір сұрақ ойластырамыз. Ол сұрақты мына параққа жаза қоясыңдар. Түсінікті ме? Бір сұрақ ойластырып жаза қоямыз. Бір сұрақ жаза қоямыз параққа. Тезек жаза қоямыз. Бір сұрақтан жаза қойыңдар. Қаламдар қалықтарыңды ма? Ручкаларың ма? Ал жаза қоямыз. Бір сұрақ жаза қоямыз. Ал балалар, уақытымыз аяқталды. Сұрақ құрастырып болса, парағымызды ортасынан екіге бүктейміз. Ұшақ жасаймыз. Міне қайтадан екі басын біріктірейміз балалар. Екі басын біріктіріп, міне екі басын тез біріктіре қоямыз.
қарай түспейміз. Екі қанатын қайырып, мына әкелеміз. Екі қанатын қайырып, мына әкелеміз. Ясың жағында да жас жатыр. Ал. Ал, ұшағымыз жасалды ма? Енді осы ұшақтағы сұрағымызды біз кімге жолдаймыз? Қай досымызға жолдаймыз? Ал, ақырындап ұшақтарыңды ұшырып жолдаңдар. Сұрақтарыңды аға ойындарда дайындала алған. Ашық оқып, сұраққа дайындаламыз болғаннан кейін. Ауызша жауап береміз, жазбаймыз. Ауызша жауап береміз. Кім дайын қолын көтере аламыз? Дайынсың ба? Ал, Ғарышқа тұңғыш ғарышкер орнымызда тұрамыз. Тоқтар Әубәкір. Сұрақты оқыңыз. Қатырақ. Қазақтың тұңғыш ғарышкері кім? Тоқтар Әубәкір. Жарайсың қазақтың. Тағы күн сұрақ қараймыз. Ғарышқа ұшқан иттердің аты қандай? Белка мен стрелка. Келесі күн дайын болу. Аяғы. Ғарышқа немен ұшады? Ғарышқа зымыранмен ұшады. Сезім. Ғарышқа бірінші болған ғарышкер кім? Юрий Гагарин. Жақсы. Иә, сұрағын Айға қону астрономиямен Базат Олгердің айға қонуы. Тамаша. Дайынсың ба? Әйтеуір, орнымыздан тұрамыз дейді. Ғарышқа ұшқан кезде Юрий Гагариннің дене салмағы қанша болды? 72 салмақ болды. Юрий Гагариннің қолы жауап береміз, е бала? Юрий Гагариннің дене салмағы 72 килограмм. Тәмектер күнді аялмайды. Ғарышкердің киімінің аты қалай аталады? Скафандр. Ғарышкерлердің киімі Скафандр. Ғарышкерлер Мир орбиталық станциясында тұрады. тамаша. Тұңғыш ғарышкер кім? Тұңғыш ғарышкер Юрий Гагарин. Жақсы. Ақбота. Соңынан басталған өндіріс оған африкалық қызғалдақ орнатылғанына ғарыштан ғарышкерлер неден үйренді? Кальмар балығынан үйренді. Астында айтқан келесі. Әубәкір қай жылы ұшты? 1991 жылы 2 қазан. Тамаша балалар, міне қараңдар, енді міне хаттарға қараймыз. Одан үй жұмысын жасау барысында біз бағалау үшін дескрипторге қараймыз. Сұрақтарды толық құрастыра алдыңдар ма? Иә. Сұрақтарға толық жауап бере алдыңдар ма? Иә. Парақшадан фигура жасай алдық па? Иә. Олай болса, мен сендерге жарайсыңдар деген баға қоямын. Келесі ары қарай мен сендерге қазір жұмбақ жасыратын боламын. Сабағымызды жалғастыру үшін мен сендерге жұмбақ жасырамын қазір. Ол таңертең көкке көтеріліп, сені ұйқыдан оятады да, бар әлемді нұрға малып, шуағын шашып, жерге жарық шашып тұрады. Ал кешке батып кетіп, әлемді қараңғылыққа қалдырып кетеді. Ол кеткен соң тамаша экран басталады. Онда ай мен жұлдыздар жымыңдап тұрады. Сен ұйқыға кетесің. Жұмбақтың жауабы не? Күнмен түн, күнмен ай деп болады. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күнмен түн неліктен алмасады деп аталады. Жаңа сабағымызды ары қарай ертеңмен жалғастыратын боламыз. Ай мен күн. Сонау өткен заманда біреудің ай сұлу және күн сұлу деген
жатқан сұлумын деп бірімен бір үнемі ұрысып, жиі жанжалдасып қала береді. Бір күні Күнсұлу істеп отырған Айсұлуға тиісіп, сен мен сұлумын дейді. Ал Айсұлу болса, жоқ, сен сұлу емес, мен сұлумын. Ақыр аяғында бұл таласып, ызақсып әбден алған Күнсұлу өзіне қарсы келіп отырған Айсұлудың бетін тырнады. Күнсұлу тырнағыныңдағы Айсұлудың бетіне өшпестей болып тиеді. Міне содан бері Айсұлу жұрттан ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастықпен қатты ұяттап жатқан Күнсұлу түн қараңғылығында болып жатыр екен. Содан бері Айсұлу мен Күнсұлу біріне бірі көрінбей, бірінен бірі жасырынып аулақтап жүреді екен. Ай мен күн. Сонау өткен заманда бір күн Айсұлу кезектесіп шығатын болған дейді, иә балалар? Ендеше біз бүгінгі сабақта, сендер бүгінгі сабақта жерді өз-өзімен айналуының салдарын түсіне аласың. Неге күндіз жарық, түнде қараңғы болатынын біліп, мысал келтіре аласың. Және тәуелді ұғымын білетін боласыңдар балалар. Олай болса, біз қазір кітабымызды ашып, мәтінмен танысамыз, мәтінмен танысу балалар, қараңдар, қызықты оқулар деп тұр. Сондықтан біз қызықты оқуларға көшеміз. Жай оқымаймыз. Мен экранға шығарам, сол экраннан қызықты оқуларды оқып шығамыз. Түсінікті ме? Қызықты оқу арқылы мәтінмен танысамыз. Ал кеттік. Бірінші бөлікті Нұрасыл оқи ғой. Глобус жер шарының моделі. Глобустың дәл ортасымен көлбеу бөлік өтеді. Бұл бөлік жердің айналу өсі деп аталатын ойша жүргізілген сызықты көрсетеді. Ғаламшарымыз үнемі сол сызықты айнала қозғалады. Егер солтүстік плюстен қараса, ғаламшарымыз сағат тіліне қарсы бағытпен шығысқа қарай айналады. Бір қызығы плюстерге жақын болған сайын айналу жылдамдығы кемей түседі. Енді бұл жай оқу. Енді қандай тапсырма? Келесі бөлік мәтінін қалай шығады екен экранға қойып, міне астына қарай аударып иә мәтініміз. Әлтайрым шосы аударып тұрған Жер өз-өзімен айналған кезде күнге біресе бір жағымен, біресе екінші жағымен бұрылып отырады. Жарық түскен бөлігінде күндіз болады, қарама-қарсы жақта күн болады. Жер солай айналғанда күн мен түн алмасады. Жарайсың, рахмет. Әбден отыралым. Мәтіннің келесі бөлімі қандай түрге берілгенін қараймыз. Міне, кері оқу түрінде беріліпті. Бұны Ерасыл сен оқи қойшы. Жылына 221 наурыз бен 22 қыркүйек күндері күн мен түннің ұзақтығы 12 сағат болып теңеседі. Бұл күндері көктемгі және күзгі күн мен түннің теңелу күндері деп аталады. Жылында ең ұзақ түні 22 маусым, ал ең ұзақ түні 22 желтоқсан. Жақсы, жарайсыңдар, рахмет. Не мәтінмен танысып шықтық. Енді қазір бізде балалар шағын мен сендерге зертханалық жұмысты көрсетіп жіберейін. Міне бізде глобусымыз бар. Иә? Сосын күн керек, иә бізге? Күн керек. Балалар кез келген затта болатын. Жақсы мен жаман, әдемілік, сұлулық, иә? Сонымен қатарласып еріп отыратын ақ пен қара деген ұғымды білеміз. Сол сияқты біздің тіршілігіміз күн мен түннен құралады. Күн дегеніміз тәуліктің жарық мезгілі. Түн дегеніміз тәуліктің қараңғы мезгілі. Тәулік ол уақыт бірлігі. Бір тәулікте балалар 24 сағат барын естен шығармаңдар. Сонымен қатар жер өз бірлігін қоса айналады, яғни өсі деп жатыр,
мен глобустан Қазақстан белгілеп қойдым. Біздің Қазақстан. Енді осы Қазақстанға қазір күн түседі. Күн, күннің жарығы түсіп тұр. Яғни, күннің жарығы түсіп тұр. Қазақстанда тәуліктің қай мезгілі? Күндіз. Ал осы тура біздің жаңағы жер шарының келесі бағытында, жаңа Америкада қандай мезгіл деп ойлайсыңдар? Неге? Әлі күн түспей жатыр. Бізде күн түсіп тұр. Сонымен қатар балалар, бұл глобус. Біз жер күнді айналып қозғалады екен. Бұлай күн қозғалмайды, жер күнді бұлай айналып қозғалады. Осы жердің күнді айналып қозғалатынын анықтаған ғалым Әбу Райхан әл-Бирун жер күнді айнала қозғалады деп дәлелдеген. Сондай-ақ жер күнді айнала отырып өз білігін қоса айналып қозғалады дегенді анықтаған поляк ғалымы Николай Коперник екен. Балалар естеріңде болсын. Сонымен қатар жердің қалай ойлайсыңдар? Күнді бір айналып шығуы қанша уақытты алады? Яғни бір жыл. Ал жер өз білігін бір ай, мында Қазақстанда күн, ал осылай айланып отырып, қазір қайтадан айланып күндіз болады, қайта жүріп түн болады. Бұнда қанша уақыт кетеді деп ойлайсыңдар? 24 сағат, яғни жарайсыңдар балалар, тамаша. Сендер ары қарай біз жұмысымызды сендерге видео роликпен жалғастырамыз. Түн мен күн. Біз күннің таңда шығыстан шығып, аспанда жарқырап, одан батысқа қарай батып, ай шығып, түнмен жалғасқанын күн сайын бақылаймыз. Неге күн мен түн үнемі алмасып отырады? Ал анықтап көрейік. Негізінен күн қозғалмайды. Ол біздің жер планетамыз өз-өзіне тоқтаусыз айналуда. Және біз оны сезбейміз, ол біркелкі айналуда. Сонымен бірге жер күнді 365 күнде, яғни бір жылда айналып шығады. Ал өз-өзінен 24 сағатта, яғни дәл бір тәулікте айналады. Күн жарығы, шам жарығы секілді жер планетамызға тек бір жағынан ғана түседі. Күннің сәулелері түсіп тұрған жағында күзгі уақыт, ал күннің түспей тұрған жердің қарама-қарсы жағында түн болады. Ал біз білгендей жердің өз-өзімен айналуына байланысты жер күнге біресе бір жағын, біресе екінші жағын аударып тұрады. Дәл сол себептен күн мен түн алмасып тұрады. Мысал қарастырайық. Сен Евразия материгінде тұрасың, ал сенің досың Маржан солтүстік Америкада, яғни саған қарама-қарсы жер бетінде тұрады. Қазір сен жердің күн жарығы түсіп тұрған жағында тұрасың. Бұл дегеніміз, саған қазір күндізгі уақыт, сен аспанда күнді көріп, далада доп теуіп, сабағыңа барып, немесе достарыңмен ойнап жүрсің. Ал сенің досың Маржан дәл осы уақытта күнді көре алмайды, ол жақта түн, ол ұйықтап, бәлкім тәтті түс көріп жатыр. Өте қызықты жай. Сенде қазір күндіз, ал сенің досыңда түн. Ал шамамен 12 сағаттан кейін жер қайта қарама-қарсы тұсқа бұрылады. Сол кезде сенің досыңда күндізгі уақыт болады, яғни ол аспанда күнді тамашалап, өзінің күндізгі шаруаларымен айналысады. Ал керісінше, сенде бұл мезетте түн болып, тәтті ұйқыға батасың. Достар, сендерге күн мен түннің не себепті алмасып отырады?
жауап беріп отырамыз. Мен сұрақ қоямын сендерге. Жоғалған денелер деген тапсырма бұл жерде. Қазір бірінші сұрақ мынадай. Күн ғаламшарымызға ең жақын орналасқан сарғыш. Дұрысын? Жұлдыз. Сарғыш жұлдыз. Екінші сұрақты аяқ оқи қой. Ол қызған үлкен Шар. шар. Дұрыс айтасың. Келесі томирис оқи қой. Жерге жарық пен жылу береді Ол күн. не? Күн. Ол не? Ал? Күн. Күн даусымды шығарады. Дұрыс екен. Күнді айналып қозғалады. Сезім ол не күнді айналып қозғалады? Жер. Жер. Дұрыс айтады. Күннің ұзақтығы нешінші наурыз бен нешінші қыркүйекте 12 сағат болады. Ирасыл. 21 наурыз бен 22 қыркүйек. Дұрыс айтады. Келесі жылдың ең ұзақ күні жылдың қамза. 22 маусым. Дұрыс айтады. Жылдың ең ұзақ түні. Ияс. 22 желтоқсан. Тамаша. Жер серігі Ерасыл. Аяғынан қайтарыңызшы да. Ай. Жер серігі ай дейді мамыздар. Жарайсыңдар. Олай болса олар сендер дискрипторге тағы да назар аударамыз. Жоғалған денелердің атауын білдіңдер ма? Жоғалған денелерді дұрыс орналастыра алдық па? Жарайсыңдар онда біз өзімізге сабақты жақсы түсінгеніміз үшін ары қарай біз тағы да тапсырмалар орындаймыз. Өйткені сабағымызды қаншалықты түсіндік, иә? Тапсырма орындамас бұрын бізде күн және түн деген сергіту сәтін жасаймыз. Сергіту сәтін жасау үшін сендердің парақ алдарына парақ таратып бердім жаңа. Бердім ма ақпарат? Енді сол парақты аламыз қолымызға. Қолымызға аламыз. Парақты қолымызға алдық па балалар? Алдық. Ол парақты қолымызға алдық. Бір қолымызға ұрымшыға немесе жаңағы фломастер не бар? Маркер ашып дайындаймыз. Аштық па? Парақты басымызға қоямыз. Парақты басымызға қоямыз. Төбемізге қоямыз. Күннің суретін саламыз. Барлығымыз төбемізге күннің суретін саламыз. Неге саламыз? Ал кеттік. Күннің суретін саламыз. Күннің суретін әдемілеп отырып салыңдар. Күннің суретін әдемілеп отырып салыңдар. Бастарымыздан алмаймыз. Күннің суретін әдемілеп отырып саламыз. Басымыздан алмаймыз. Төбемізге қойып саламыз. Әдемілеп. Басымыздан алмаймыз. Салып кетіп Ал, күннің суретін салып болдық па? Ал, өзіміз көреміз. Не шықты? Қандай керемет күн шыққан. Досымызға сыйлаймыз, қарақаласымызға. Суретіңді сыйлай ғой, сенге сыйлай ғой. Суреттеріңді сыйлаңдар. Бір-біріне сыйлай ғой. Ерасылға сыйлаңыз, Сыйласың. жақсы. Керемет сурет салыпсыңдар ма? Жақсы. Олай болса тапсырмаға кетеміз. Жақсы. Енді тапсырма мынадай. Жаңа мен жоғарыда негізі сендерге айтпай ұмытып кеттім ғой. 9 планетаға тапсырмаларды бөлдім. Біз қазір Нептун ғаламшарының тапсырмасындамыз. Ойлан, тап. Мында 1, 2, 3, 4, 5 сұрақ берген. 5 сұрақтың жауабын мына әріпті картаның ішіне тауып бояймыз. Ол үшін мен сендерге әріпті картаны тарап беремін. Әр сұрақтың жауабын таба қоясыңдар.
Мәдина Ильяс оқысын. Ойша алынған жер шарының айнала қозғалатын сызық. Екінші сұрақ. Ақпат оқи ғой. Жер шарының моделі. Жер шарының моделі. Бірінші, ойша алынған жер шарын айнала қозғалатын сызықты не деп атаймыз? Табамыз. Жер шарының моделі қалай аталады? Табамыз. Жер өз-өзінен бір айналым жасап шығатын уақыт, тәуліктің қараңғы уақыты және тәуліктің жарық уақыты. Мен 1 минутқа уақытымыз неге қойдым, соған жұмыс жасап шығасыңдар. 1 минут уақыттарың бар. Жасап қойғандар түсіріп. Уақыт бітті. Күн жұмыстарын аяқтады екен, қанен. Жұмысымызды аяқтасақ, мұнда әкеп тапсыра қоямыз. Бірден тәртіп сақтаймыз. Аяқтасақ, жұмысымызды аяқталасақ, аяқтамағанымыз. Балалар, енді қазір тапсырмамыз дұрыс па, теріс па тексереміз, тақтаға қараймыз. Міне. Ойша алынған жер шарын айнала қозғалатын сызық. Не деп аталады? Ось. Жер шарының моделі? Глобус. Жер өз-өзінен бір айналым жасап шығатын уақыт? Тәулік. Дұрыс айтасыңдар. Тәуліктің қараңғы уақыты? Түн. Тәуліктің жарық уақыты? Күн немесе күндіз деп қосылуға да болады. Иә, балалар? Жарайсыңдар, тамаша. Балалар, естеріңе сақтаңдар. Бұл таң, күн, кеш, түн, бұл үнемі үздіксіз бірін-біріне жалғап алмасып отыратын құбылыс. Таң атып күндізгі уақыт болады. Күндізгі уақыт кешке жалғасады. Кешіміз бізді ұйқыға апаратын түнге жалғасады. Күннен кейін таң не басталады? Таңнан кейін күн, кеш, түн деп үздіксіз бірінен бірі жалғасып отырады. Естеріңе сақтап алыңдар. Сонымен қатар қайталаймыз, балалар, қайталаймыз. 21 наурыз көктемгі күн мен түннің теңелу мезгілі. 22 қыркүйек күзгі күн мен түннің теңелу уақыты. 22 шілде ең ұзақ жазғы түн болып есептеледі, балалар. Глобус жер шарының моделі.
Жердің ортасында өзеннің өсі болады. Жер шары өзеннің өсімен айналып отырады. Жердің бір жақ беті түнге қараса, ол жақ беті күндіз, ал келесі жақ беті түн болып саналады. Жер шары күнді бір рет айналып шыққанда 365 күн бір жыл болады. Жер шары өзеннің өсін айналғанда бір күн, яғни 24 сағат болып саналады. Глобус жер шарының моделі. Ода жерді көруге болады. 21 наурыз бен 22 қыркүйек ең ұзақ түн болады. Ал 22 маусым мен 22 желтоқсан ең ұзақ түн болады. Тәулікте 24 сағат бар. 22 желтоқсан ең қысқа қыс мезгіліндегі түн. Енді үй тапсырмасын алып түсініп аламыз. Үй тапсырмасы 3 кезеңнен тұрады. Болжап көр, ойдан және ізден. Бірінші, болжап көр. Егер жер қозғалмай бір орында тұратын болса, не болар еді? Болжап көреміз. Келесі сабақта айтып беретін боламыз. Екінші, ойлан. Тақырыпқа байланысты күрделі бір сұрақтан ойланып келеміз. Үшінші, ізден. Күннен түн жайлы қызықты ақпаратты интернет көздерінен іздеп табуға тырысамыз. Енді балалар, сабағымызды қорытындылай келе біз өз жұмысымызды бағалаумен аяқтаймыз сабағымызды. Өз жұмысымызды бағалау үшін біз күннен түн неліктен алмасатынын білдік пе балалар? Қазір жауап бересіңдер. Тәулік ұғымымен таныстық па? Неге күндіз жарық ал түнде қараңғы болады? Егер осы жаңа сабақтың сен білуге тиісті ақпаратты біле алсаң, егер біз қазір жұлдызды баспаларымыздың қай жерінде тұрамыз? Ең жоғарысында тұрамыз. Ал кейбір түсінбеген жайттар болса, ортасында тұрамыз. Ал ештеңе бүгінгі сабақтан түсінбей қалсаңдар, ең соңында тұрамыз. Алдарында берілген стикерге олар түсінгендеріңді, түсінбегендеріңді, бүгінгі сабақтан түйгендеріңді жазып, осы 3 сатыға жапсыра қоятын боламыз. Ал кеттік. Жаза қойыңдар. Жарайсыздар балалар, рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.